Ассалаумалейкум баршаға. Бүгін бізде осындай Toyota 4Runner автокөлігі 2020 жыл, қателеспесем, осындай әдемі түсте американдық көлік. Бұл көлікте біз қазір жарық шамдарын ауыстырған болатынбыз. Машина ешқандай соғылмаған, тек қана тюнинг болып жатыр бұл жерде. Жарық шамдары бізде өзінің жарық шамдары сау, алдыңғы жарық шамдары. Мінекей жарық шамдары қазір бірдей жарық шамдар. Енді бұл жерде тағы да тюнинг жасау керек. Ол қандай тюнинг, қазір сіздерге түсіндіретін боламын. Арс қоса қойшы, габарит. Мынау бізде қазір ақ болып жанып тұрған, қазір габарит қосқан кезде жанған ақ шамдар. Содан кейін поворот қоса қой. Жоқ, мына жаққа қос. Мынау бізде поворот. Яғни поворот кезінде біздің ақ шамдарымыз өшіп қалады, габарит орнына сары жанады. Енді өшір поворотты. Поворот өшірген кезде қайтып ақ жанады. Бірақ та көліктің егесіне бізге ондай ұнамай тұр. Көліктің егесіне сары болып жанып тұру керек габарит кезінде. Яғни ақ мүлдем керек емес. Сары болып жанып тұру керек. Содан кейін поворот қосқан кезде де сол сарыда былайша айтқанда жанып сөніп маргат ету керек. Сондықтан біз тағы да осыны фардың үстіне тағы да тюнинг жасап жатырмыз. Бұндай стиль ұнамайды. Бізге ұнайтын стиль мінекей мынандай. Габарит қосқан кезде габарит өшір. Кері қос. Мінекей габарит кері қосты. Бізді повороттың сары шамдары тұрақты жанып тұр. Енді мына жаққа поворот қос. Поворот кезінде жанып сөніп тұрады. Ближний қоса салшы, ближнийді. Ближний болып жанып тұра береді. Поворот өшір. Сары маргат етіп тұрады. Ол үшін бізге тюнинг жасау үшін біздерде дейтін реле қолдандық. Қазір мен сіздерге көрсетіп жіберем. Менде реле қолдандық. Реле, конденсатор және де диод бар. Және мынау обманкасы бар. Ол обманкасы қазір оны түсіндірем. Ең алдымен бізге керек дүние мынандай 5 контакттық реле керек. 5 контакттық реле. Мынандай конденсатор керек. 4700, яғни 4700 микрофарад және де 25 вольтқа. Содан кейін бір диод керек. Диод. Осыны 5 контакттық релеге жалғау керек. Қазір мен мына жерге схемасын қойып қоямын, қалай жалғау керек екен. Содан кейін барып бізде комплектте жаңа айтқан обманкамыз жүреді. Мынандай обманка жүреді. Ол обманка не үшін? Былайша айтқанда, бұл көліктің шамдары, қазіргі шамдары, диодты шамдар, ал өзінің родной фарлары бұлада қарапайым шамдар келеді. Көлік айдап жүретін жігіттер біледі, егер бір поворотник істемей қалса, поворотник тез-тез жыпылықтайды тез-тез. Лампочка істемегенін көреді машина. Сол сияқты, егер диод болса, көлікте бұны диодты машина көре алмайды. Ватт болмағасын оны көре алмайды. Сол үшін тез-тез жыпылықтайды. Ал лампочка бар екенін білдіретін нәрсе бізде мынандай обманка. Аты айтып тұрғандай, алдап тұрушы обманка лампочканың кедергісін береді. 7,5 ohмдық кедергі, 20 ваттық. Осындай кедергі бергендіктен машина ойлайды, өз лампочкасы тұр деп ойлайды. Сондықтан ол қатты жыпылықтамай қалыпты жағдайда істеп тұрады. Поворотник қоса қойшы мына жаққа, мен жаққа. Осылай істеп тұрады. Ал егер қазір мен обманканы алып тастасам, онда тез-тез жыпылықтап дұрыс істемей тұрады. Өшіре сал. Бізде тағы да тұманкаларға да не болып жатыр, тюнинг болып жатыр. Бұл жерге де көліктің егесі осындай сары тұманкаларды салып жатыр. Бұл жерге біздер переделка жасадық, яғни қолдан бекітіп істеуге тура келсе, өзінде тұрғанда басқа тұмандықлар болды. Олар қайда екен қазір? Өшіре сал, өшіре бер. Өзіне тұрған осындай бейбіт модульдер болды. Оны алып тастап, орнына сары шамдар жалғайтын боламыз. Және достар, бізде көлік американдық болғандықтан, американка деген өзінің несі бар.
сол жерде мінекей қазір көрсетейін. Мына жерде өшіретін бар, фар өшіреміз. Оф, содан кейін DRL деп тұр. Ол американка дальний жарық шамдарын пол накалы, яғни сығырайтып жанып тұратын DRL деген, былайша айтқанда габарит емес. Ол габарит емес, габарит деген бізде міне габарит. Содан кейін ближний. Ол DRL деген американдық көліктерде сондай болады. Дальний жарық шамдары, дальний жартылай жанып тұрады, яғни сығырайып пол накал болып жанып тұрады. Егер бізде лампочка галогеновый қарапайым лампочка болса, ал біздің жағдайда бізде қазір фар ауысты ғой, фарлар бізде диод болғандықтан диод лампочкалары пол накал деген нәрсені түсінбейді, яғни жартылай тоқ келіп тұр деген нәрсені білмейді. Сондықтан ол осылай қазір камерада маргат етіп тұр, бірақ та көзге сондай бір шамалы жыпылықтап тұр. Былай қарасақ, мінекей камерада қазір дұрыс көрмейді, бірақ та жыпылықтау бар. Енді осыны қалай өшіреміз? Чтобы көшеде кетқанда осындай болмау үшін оны программа арқылы өшіретін боламыз. Қазір оны да көрсетіп кетейін. Диагностиканы қосамыз. Біздің Toyota'ны таңдадық. Бұл жерде бізге керегі қазір телематика деген бар. Телематикаға кіреміз. Жарық шамдарын өшіру керек. Специальная функция. Настройка. Окей. Керек настройканы осы жерден настройка істеп алуға болады. Егер машина сондай нәрсені көтерсе, яғни настройка істелінсе, яғни мысалы есіктің кілттенуі, ашылуы, мысалы кейбір көліктерде есікті кілттеген кезде барлық кілттенеді, ашқан кезде біріншісі водительдің есігі ашылады, содан кейін бар тағы да екі рет басқан кезде қалған есіктер ашылады. Бұны двухшаговый дейді. Соны мысалы бір рет басқан кезде ашылатындай етіп істеп алады. Яғни настройкалар өте көп. Бізге керегі қазір біздің свет, освещение салона во время посадки, ол емес, управление освещением. Яғни жарық шамдарын біз басқарамыз. Қазір кіріп алсын. Міне функция DRL фары дневного света дейді. Кіреміз, бізде қосылып тұр, енді осыны өшіру керек болады. Настройкаға кіріп, өшіріп тастаймыз, чтобы бізде жаңағыдай маргат етіп тұрмасы үшін. Мінекей DRL бізде қазір өшіп тұр. Мінекей болды. Уменьшение яркости подсветки прибор панели, енді оны қолмен де істеуге болады. Бірақ та настройкалар өте көп. Сондықтан осындай. Өшірдік, енді қазір тексеріп көрейік. Көлікті оталдырдым. Жаңа DRL деген қосам. Енді қараймыз. Бізде жанып тұрғанда өшірдім. Мінекей осылай настройка жасауға болады. Сонымен достар, жұмысымыз аяқталды. Енді қорытындысы қалай шыққан бірге көрейік. Зажигание кезінде осылай ақ болып жанады. Содан кейін габарит қосқан кезде сары болып жанады. Мінекей габарит қосылды. Бізде барлығы ақтың орнына сары жанып тұр қазір. Және де бұл сары поворот ретінде қызмет атқарады.